Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің қосымша білім беру әдістемелік орталығының бастамасымен 4-5 қараша күндері Алматы қаласында Міржақып Дулатовтың 140 жылдық мерейтойына арналған оқушылар арасындағы республикалық пікірсайыс турнирі ұйымдастырылды. Ауқымды додаға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 3 лига бойынша 60 команда 180 ойыншы қатысты. Дебат турнирінің басты мақсаты оқушылардың азаматтық ұстанымын қалыптастырып, өз іс-әрекетіне және қоғам алдындағы жауапкершілігін арттыру. Сондай-ақ елде орын алып отырған өзекті мәселелерді ашық талқылау арқылы жастардың сыни және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту көзделген. Турнирдің міндеттері де айқын. Біріншіден, оқушылардың жалпы мәдени және академиялық деңгейін көтеру, шешендік сөйлеу мен сендіру шеберлігін жетілдіру. Екіншіден, қоғамдағы өзекті мәселелерді талдау арқылы жүйелі ойлау мен нақты дәлел келтіру қабілетін дамыту. Үшіншіден, жастарды демократиялық қоғамдағы белсенді азамат болуға баулу, отансүйгіштік сезімін ояту және туған елінің мәселесіне бейжай қарамауға үйрету. Біз Шымкент қаласы дебат қозғалысының ұйымдастырушылары 4-5 қараша күндері Алматы қаласында өткен Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен өткен ұлттық пікірсайыс турниріне барып қайттық. Пікірсайыс турнирінің мақсаты оқушылардың ұшқыр ойын, орамды сөздерін, яғни қоғамдағы болып жатқан мәселелерді талқылау. Біздің өңірден Қазақ, Орыс лигасынан да оқушылары қатысты. Жалпы Қазақстанның түпкір-түпкір өңірінен 60 команда қатысты, 180 ойыншы қатысты. Сол ойыншылардың арасында біздің оқушыларымыз топ жарып, Шымкентіміздің абыройын асқақтатып, Қазақ лигамыз жүлделі 1-ші орынды иеленді. Дебат пікірсайыс турнир өте тартысты өтті. Бұл жетістікке жету біздің оқушыларымызға оңайға соққан жоқ. Оза шауып, осындай жетістікке жеткеніне бізді қолдау көрсеткен бізге Шымкент қаласы білім басқармасына және де әдістемелік орталығына рахметімді айта отырып, осы жеңімпаздарды дайындаған жетекшілерге шексіз алғысымды білдіремін. Әрине біздің өңірлік дебат қозғалысын дамыту жоспарымызда көптеген әлі турнирлер бар. Яғни біз мектеп білім беру ұйымдарының басшылар арасында, тәрбие орынбасарлар арасында және де 6 мен 8-ші сынып оқушылар арасында да осындай турнирлер көптеп ұйымдастырылады. Және де бізде айналмалы кубок турнирлерде жоспарда бар. Шымкенттік оқушылардың республикалық пікірсайыс турниріндегі бұл жетістігі өңір жастарының білімге, ізденіске және қоғамдық белсенділікке деген жоғары ынтасының айқын көрінісі. Бұл жеңіс жас буынның ой өрісінің кеңдігін, заманауи мәселелерге бейжай қарамай, өз көзқарасын ашық білдіре алатынын дәлелдеді. Шынымен де біз әртүрлі 3 мектептен болғаннан кейін бізге функциялық қызметті жасау өте қиынға соқты негізінде де. Сондықтан да турнир кезінде де іріктеу раундтарында біз өзіміз толықтай аша алмадық. Бірақ та іріктеу раундтарынан кейін екінші күні 1-4, 1-2 финал ойындарында барынша функциялық қызметімізді дұрыстап, ол жақта жетекшілердің де бізге тигізген септігі мол. Солайша бірінші орынды қанжылап алып келдік. Шымкенттің тарихындағы рекорд деп өзіміз ойлап жатырмыз, жалпы солай айтып жатыр. Сол тарихты жасағанымызға қуаныштымыз. Финалдағы ойында экономикалық жағынан өте керемет қарсылықтар болды. Бірақ та дайындықтың жақсы болғаннан кейін қанша жылдық дебаттағы пікірсайыстағы тәжірибенің арқасында қарсылық деген нәрсе болмайды біз үшін. Неге себебі сылып шығатын жолды да тауып аламыз. Шымкенттік болғанымызда жақсы жағы сол деп ойлаймыз, өйткені ойлау жүйеміз басқаша жасалған. Сол үшін де қиындықтарға төтеп бере алдық. Оқушылардың бұл табысы олардың еңбегінің ғана емес, ұстаздардың қажырлы еңбегі мен пікірсайыс жетекшілерінің жүйелі дайындығының айқын нәтижесі. Ұстаздар мен тәлімгерлер жастардың бойына сенімділік пен табандылықты дарытып, білімге деген қызығушылығын арттырады. Мұндай үздіксіз дайындық пен бағыт-бағдар беру нәтижесінде оқушылар тек жарыста ғана емес, өмірде де өз ұстанымын қорғауға, қоғам алдында ашық пікір білдіруге үйренеді. Бұл ұстаздар мен оқушылар арасындағы сенім мен бірліктің, еңбектің және мақсаткерліктің жемісі. Осындай өзімнің қаламның Шымкент қаласының абыройын қорғап, республикалық ұлттық пікірсайыс турниріне қатысып келдік. Өте үлкен қарқынды еңбекпен, дайындықпен, осындай үлкен нәтижені алып келу біз үшін оңайға соққан жоқ.
бір айдай немесе бір жарым айдай осындай дайындық үстінде болдық. Осындай қарқынды дайындықтың, еңбектің ақталған әрине қуантады. Біздің талант бір жалпы білім беру мектебінде пікірсайысшылар, мықты дебатерлар өте көп, және өзімнің жетекшілеріме, тәлімгерлеріме барлығына алғысым шексіз. Менің жетістіктерімнің негізшілері өзімнің ұстаздарым деп санаймын. Әрине пікірсайыс бұл сондай психологиялық тұрғыда сындыру, психологиялық тұрғыда өте қиын ойындардың бірі. Және де сұрақ қою арқылы түрлі пафоспен кедергі көрсету, қарсыластардың тарапынан қысым деген секілді қиындықтар әрине болады. Бірақ сол қиындықтарға қарамастан осындай нәтиже алып келу, ол әрине қуантатын нәрсе. Бізде ұлттық пікірсайыс турнирінде түрлі қарарлар болды. 7 қарардың 4-еуі бізде берілді, ал қалған қарарлар дәл сол жерде берілді. Яғни дайындыққа бар болғаны 15 минут қана берілді. 15 минут ішінде түгел бір дерлік саяси қарардың барлығын талқылау керек болды. Және бізде спич уақыты 8-7 минуттан, 8-7 минут бойы үлкен саяси тіпті мәжілісте қаралатын осындай тақырыптарды қозғау әрине оқушы ретінде біз үшін абырой. Мұндай республикалық деңгейдегі пікірсайыс жарыстары жас ұрпақтың ой өрісін кеңейтіп, сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамытудың тамаша құралы. Дебат алаңы жастарға қоғамдағы түрлі мәселені талдап, өз пікірін ашық әрі дәлелді түрде айтуға мүмкіндік береді. Бұл тек білім сайысы емес, өмірлік ұстаным қалыптастыратын, көшбасшылық қасиеттерді шыңдайтын маңызды мектеп. Осындай жарыстар арқылы оқушылар өз ойын нақты жеткізуді, қарсы пікірге құрметпен қарауды және мәселені түрлі қырынан бағалауды үйренеді. Пікірсайыс жастардың сенімді сөйлеу, шешендік өнер мен логикалық ойлау дағдыларын дамытатын орта. Сондықтан да бұл турнирлер болашақ көшбасшылардың қалыптасуына жол ашатын, белсенді азаматтық ұстанымды нығайтатын үлкен тәжірибе алаңы. Бұл турнирді жеңген кезде өте күшті сезімде болдық, себебі Шымкент қаласында бұл турнир 5 жылдан бері ешкім орын алмаған. Біз алғашқылардың бірі болып орын алып тұрмыз. Бұл сезім өте ерекше, себебі кез келген біздің саламызда жүрген дебатерларға, пікірсайысшыларға бұл өте арман. Себебі кез келген осы салаға келген пікірсайысшы осы турнирді жеңіп алуды армандайды. Біз соған осы бақыт бізге беріп тұр, біз соған қуаныштымыз. Дебат кезінде бізде әртүрлі қарсыластар болды. Алматы облысынан, Ақтөбе қаласынан, ол жақтағы пікірсайысшылар бізден өте мықты тәжірибелі болды. Бірақ біз оларға қарсы түскен кезде өзімізді жинап, сенімділікпен оларды ұттып, солай финалда ойын көрсеттік. Дебаттың тақырыптарына дайындалмастан бұрын бірінші өзіміздің арамыздағы байланысты дамыттық. Соның арқасында ойынның барысында ол өз пайдасын тигізді бізге. Әр мектептің жетекшісі келіп, бізге тақырыптарға саяси көзқарасымызды қалыптастырды, ол тақырыптарды түсінуге көмектесті. Немесе бізді басқа қалаға апарған кезде ол кісілер жанымызда әрдайым болып, қолдау көрсетіп, әр раундтан шыққаннан кейін бізге көмегін беруге барынша тырысты. Шымкент қаласының жас пікірсайысшылары алдағы уақытта да ел намысын абыроймен қорғап, жаңа белестерді бағындыра беретініне сенім мол. Олардың жетістігі өңірдегі білім сапасының, ұстаздардың кәсіби шеберлігінің және жас буынның биік мақсаттарға ұмтылысының жарқын дәлелі. Бүгінгі жеңіс ертеңгі жаңа жетістіктердің бастауы. Себебі пікірсайыс арқылы шыңдалған әрбір жас өз елінің дамуына үлес қосып, қоғамда белсенді азамат болып қалыптасады. Сондықтан да бұл табыс тек бір мектептің емес, тұтас өңірдің ортақ мақтанышы.